Қайырлы күн баршаңызға. Бір ғана стакан сүттен өте дәмді әрі жұмсақ пирог дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқыш салып, алдын ала екеуін араластырып аламыз. Ұнымызды бөліп салып араластырып аламыз. Негізі миксермен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін ыстық сүтімізге майымызды ертіп аламыз. Екеуін суытып барып құямыз. Қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Арасында ұн түйіршіктеліп қалмау керек. Дайын салмамызды формамызға құйып, алдын ала қыздырылған печкада 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Мен бетіне осындай грецкий жаңғақ салдым. Өз қалауларыңызша басқа да жаңғақ салсаңыздар болады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кет.